Сәлем достар, бұл жылы наурыз айында екі затмение ай тұтылуы болмақ. Соның біріншісі осы 14 наурызда болады. Бұл жолы бұл ерекше астрологиялық құбылыс Бикеш Дева белгісінде болады, және бұл соңғы 9 жылда болып отырған алғаш рет осындай энергетикалық өзгерістерді әкеледі. Телец белгісі үшін, яғни торпақтарға бұл не әкелмек? Бұл затмение сіздер үшін шығармашылық және махаббат секторында өтеді. Жаңа хоббилер, шығармашылық шабыт пайда болуы мүмкін. Балалармен байланысты өзгерістер күтіледі. Бала туылуы мүмкін, немесе балалардың өміріндегі маңызды оқиғалар. Және романтикалық қарым-қатынастарда ескі мәселелер шешімін табуы мүмкін. Не болмаса, жаңа сүйіктіңіз пайда болады. Бұл затмение осыдан 19 жыл бұрын болған 2006 жылы немесе 2015-2016 жылдардағы наурызда болған затмениемен байланысты. Сондықтан сол кезеңде болған оқиғаларды еске түсіріңіз. Бұл жолы да соған ұқсас өзгерістер болуы мүмкін. 2006, 2015, 2016 жылдардағы болған нәрселер қазір қайталануы мүмкін.